Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда ит тістеп алғанын көрсеңіз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады. Иттен қашу арманының интерпретациясы армандаушының алдағы кезеңде үлкен мәселеге тап болатынын білдіреді. Бірақ Құдай тағала оған бұл проблемалармен күресу мүмкіндігін және олардан құтылу жолдарының болуын береді. Түсінде иттерді қуу бұл армандаушының өмірінде кез келген жағдайдың оған қандай да бір жолмен әсер ететінін білдіреді. Кімде-кім түсінде бір топ иттер оны қуып келе жатқанын түсінсе, бір топ адамдардың оны аңдып, оны қиындыққа душар ету үшін оған қарсы әртүрлі айла-шарғы жасауының дәлелі, ал кім армандаса, ол қазірдің өзінде азаптан құтылып кетті. Иттер оның барлық қиындықтардан арылуға толық мүмкіндігі бар екенін білдіреді. Сонымен қатар оның өмірі алдағы кезеңде оң өзгерістерге куә болады. Егер армандаушы иттердің қууынан қашып үлгерсе, бұл достарының кесірінен өзін шектейтін қиын жағдайдан құтылудың белгісі және уақыт өте келе ол достарды қате таңдағанын біліп, солай тырысады. Мүмкіндігінше олардың зұлымдығынан аулақ болу үшін оларды өз өмірінен шығару. Ардақты ғалым Ибн Сирин адамның иттен қашып құтылуы қазіргі қиын жағдайдан құтылудың дәлелі екенін және оның өмірі берекелі және жақсы болатынын растады. Ал шын мәнінде қаржылық дағдарысқа ұшыраған адам иттен қашып құтылады деп болжайды. Бұл дағдарыстан ешқандай көмексіз құтылу, адамның және жалпы қаржылық жағдайдың айтарлықтай жақсаруы. Түсінде иттерден қашу бұл түс көрушінің Құдай тағаламен қарым-қатынасын көрсетеді. Өйткені ол мүмкіндігінше шайтанның жолынан аулақ болуға тырысады және оның жолында болатын азғырулардың ешқайсысына ешқашан назар аудармайды және барлық діни ілімдерге мойынсұнуға құштар. Белгілі бір пайда алу үшін. Түсінде иттерден қашу арманы әрқашан жеке даулардан және жалпы отбасылық даулардан құтылудың себебін көрсетеді, ал отбасы негізінен тыныш және тұрақты болады. Сұлулығы жоғары және қаржылық жағынан бай тұрмысқа шықпаған әйелді түсінде иттен қашу, түс оның айналасында оған жақсылық тілемейтін және рақымдылықтың жоғалуын қалайтын көптеген екіжүзді адамдармен қоршалғанын білдіреді. Жалғыз әйелдің иттерден қашуы оның өзіне жасалған барлық айла-шарғылардан құтылғанын көрсетеді. Түсіндегі иттердің түсі аянды түсіндіруде үлкен рөл атқарады. Мысалы, егер иттер ақ болса, бұл түс иесінің жақсы адамгершілікке ие екенін көрсетеді. Сондықтан ол өзінің әлеуметтік өмірінде сүйікті тұлға болып табылады. Орта жалғыз әйел үшін иттен қашу оның өмірінде өзіне жетпейтін шынайы бақытын таба алатынының дәлелі. Егер жалғызбасты әйелдің арманы болса, немесе белгілі бір академиялық дәрежеге қол жеткізгісі келсе, онда арман оның алдында жол кедергі болса да, ол қалағанның бәріне жетуді білдіреді. Үйленген әйелдің түсінде иттерден қашу оның отбасының барлық мүшелері үшін қорқыныш пен алаңдаушылықты көрсетеді, және ол өзінің отбасылық өмірі үшін үнемі қатты қорқады. Сондықтан ол өмір сүру үшін үнемі жұмыс істейді. Үйленген әйелге иттен қашу оның жақын арада барлық армандарына қол жеткізе алатынын және оның психикалық жағдайына қарамастан оларға жетуге шешім қабылдайтынын білдіреді. Үйленген әйелді қуып, одан қашып құтыла алатын ит армандаушы мен оның көршілері мен күйеуінің отбасы арасындағы жақсы қарым-қатынасты көрсетеді. Оның бұл қарым-қатынастарда мезгіл-мезгіл пайда болатын мәселелерді шешуге жеткілікті қабілеті бар екенін біледі. Тұрмысқа шыққан әйел ақ иттердің артынан қуып келе жатқанын көрсе, бұл оның өмірін суға батыратын бата, нығмет, хабарлардан бөлік оның өмірінде болатын үлкен серпілістің символы болып табылады және оны бір Алла біледі. Жүкті әйелдің түсіндегі иттер және одан қашуы. Аудармашылар бір ауыздан түс көрушінің дәрігерден алатын барлық нұсқауларды орындауы керек екенін айтты. Екінші жағынан ол басқалардың көзінен аулақ болу керек. Жүкті әйелді қуған иттердің бірі босануға және оның әрқашан басынан өткеретін міндеттеріне деген қорқыныш пен алаңдаушылықты білдіреді, оның ойлау қабілетін басқарады. Ажырасқан түсінде иттерден қашу оның бұрынғы күйеуінің кесірінен өмір сүрген азап пен қасіреттен ақыры құтылатынын білдіреді. Сонымен қатар өмір сүру деңгейі жоғары жаңа некенің болуын білдіреді және олар оның өзгеруіне көмектеседі. Оның өмірі түбегейлі. Ажырасқан иттен қашу оның қазіргі сынақтан шығу қабілетін көрсетеді және ол барлық жаман нәрсені ұмытып, жаңа парақты бастайды және ол мансабында тұрақтылыққа ұмтылады. Адамның түсінде иттерден қашуы оның қазіргі кездесіп жатқан барлық қиындықтардан аман өтетінін және соңғы уақытта басынан өткерген барлық қиындықтар үшін Алла тағаланың үлкен өтемі бар күндерді табатынына нұсқайды. Аянның түсіндірмесіне келсек, қызметкер үшін бұл жұмыста бәсекелестерді жеңудің және жаңа қызметке көтерілудің жақсы белгісі.
Жалғыз еркек үшін иттен қашу оның некеден қашып, бойдақ болып қалғысы келетінін білдіреді. Бұл оның отбасының қалағанына мүлдем қарама-қайшы, сондықтан ол әрқашан олармен шексіз дау-дамайларға тап болады. Үйленген әйел түсінде иттердің үргенінен қашу, ол үнемі өзі туралы айтылып жүрген өсек аяңдардан құтылып, беделінің төмендейтінін білдіреді. Ал жәбірленушінің түсінде көрген түс жоруларына келсек, бұл оның өзі туралы айтылып жатқан өсек аяңдардан құтылып, беделінің төмендейтінін білдіреді. Жақын арада айыптау және ақтау. Иттерден қорқу, бұл түс көрушінің қазіргі уақытта өзіне деген сенімін жоғалтып, әрқашан ол туралы басқалардың пікірінің ықпалында болатынының белгісі. Түс сонымен қатар армандаушының ешбір арманына және жоспарлаған істеріне жете алмай қалудан қорқатынын білдіреді. Армандаушыны қуып бара жатқан ит армандаушыны әрқашан қиындықтардың соңынан еретінін көрсетеді. Өйткені ол ешқашан өзін жақсы сезінбейді және оның иығына ол үнемі орындауға міндеттер жүктеледі. Иттің көріпкелге шабуылы оны қандайда бір мәселеге душар етуге тырысатын адамның болуын білдіреді. Сонымен қатар арман алданып қалудың мағынасын білдіреді. Түсінде иттерден қашу, көріпкелдің өзі тұратын елде ықпалы мен бақылауы бар адамдардан үнемі қашуға тырысатынын, яғни оның қарапайым жұмысына толығымен қанағаттанатынын білдіретін арман. Қажеттіліктерін жасайды және оған және оның отбасына келеді. Ақ иттерден қашу мынаны білдіреді. Қазіргі уақытта армандаушыға үстемдік ететін шатасудан және алаңдаушылықтан құтылу. Жалғыз әйелдің алда болатын қорқынышы мен үйленбей қалудан қорқуы. Ақ иттен қашу тұрақтылықтың дәлелі. Қара иттерден қашу армандаушының өміріне адамдардың араласуынан құтылуға тырысатынын және оның жолында пайда болатын барлық кедергілерден арылуға тырысатынын білдіреді. Түс көрушінің айналасындағылардың оған деген өшпенділігінің дәрежесі, сондықтан ол өшпенділік пен көре алмаушылық оның ең жақын адамдарының бірі екенін елестете алады. Тұрмысқа шыққан әйелдің түс жоруына келсек, күйеуімен дұрыс қарым-қатынас жасап, Алла тағаланың разылығы үшін қажет. Өйткені соңғы уақытта ол күйеуіне немқұрайлы қарап, салғырттық танытты. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.